сәлем. Бүгін мен сіздерге өзімнің жазғы таңымды көрсететін боламын. Мен таңғы сағат 8-де тұрамын. Кейде 9-да, кейде 11-де, кейде түскі 1-де, әр кезде әр қарай. Бүгін 8-де. Мен ұйқымнан тұра сарып, ең алдымен телефон көремін. Бұл өте жаман әдет, бірақ бір әдет болып кеткендіктен мен бұны тастай алмай жүрмін. Инстаграмға кіріп ленталарды қараймын. Телефонды көріп біткеннен кейін орнымнан тұрып жуынатын бөлмеге барып, ол жерде жуынамын. Жуынатын бөлмеден келгеннен кейін бірден құлағыма наушник сарып көңілді өлең қосамын. Таңнан бері көңіл күйім жақсы болу үшін одан кейін жаттығу жасап бастаймын. Шынымды айтсам, жаттығуды күнде жасамаймын, себебі маған жаттығу жасаған қатты ұнамайды. Анда-санда ғана жасаймын, үйті өтірік. Кейін су ішемін, міндетті түрде жаттығу жасасам да жасамасам да таңғы астың артында су ішіп аламын. Су ішіп алғаннан кейін кофе дайындап және де өзімнің таңғы асымды дайындаймын. Таңғы асымды дайындап, сериал немесе драма көріп, таңғы асымды ішемін. Бұл да жаман әдет, телефон көріп отырып ішу. Мен тоже тастай алмай жатырмын бұл әдетті. Тамақтанып болған соң мен видео монтаждаймын, немесе қазір түсіріп жатқандай түсіремін, монтаждаймын. Заметкеға кіріп, өзімнің сценарийлерімді, посттардың сценарийін, посттардың сөздерін деген соларды жазамын. Достар, айта кететін жайт, менің таным күнде былай өтпейді. Кейде мен түске дейін ұйықтап қалып жатамын, кәдімгідей сағат 1-ге дейін. Сол кезде бұндайдың ешқайсы болмайды. Мен де сіздер сияқты адаммын, әр таным әр қарай өтеді, бірақ кейде осындай таным болып қалады. Және бұл мен ең нормальный таным, және сіздерге ең нормальный танымды көрсетіп жатырмын. Нормальный емес таным, ол таң емес, түс болып кетеді. Осымен видео аяқталды. Видеоны ұнаса лайк басып кетіңіздер, және де әлі де менің каналыма жазылмасаңыз жазылып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.